I'm JV Sampson, and I'm an English teacher. Good afternoon, class. Good afternoon, teacher! As you may see, English language became one of the most crucial languages among all other languages in the world. Today, this language is widely used by many people in many fields. The English language connects people and makes the ability to take huge amount of information affordable. I'm Kadir Konish, and I'm an English teacher. Basically, a small part of the literature is translated into Russian or Kazakh, which deprives you of the opportunity to learn valuable information from its original source. Therefore, English will help us to perceive information and understand the main plot of the book or film, and English will help to expand your horizons. Менің атым Ақын Жақсылық. Мен физика пәнінен мұғаліммін. Үш тілдіктің бізге тигізетін үлкен пайдалары бар. Көптеген әдебиеттер ағылшын тілінде болғандықтан, біз үш тілділік арқылы осы әдебиеттерге тезірек қол жеткіземіз. Меня зовут Саматов Аблай, я учитель химии. Знание иностранных языков, особенно английский язык, открывает возможность изучать науку более углубленно. И внедрение трехязычного обучения – это правильный шаг. Меня зовут Леукин Нурлан, я работаю учителем информатики. Я считаю, что с помощью трехязычного образования ученики достигнут высоких результатов, так как это позволит им иметь доступ к всемирным ресурсам. С помощью технологий предмет языкового интегрированного обучения можно научить учеников не только предмету, но и иностранному языку. Это позволит им идти в ногу со временем, так как цифровые технологии развиваются очень быстро, а знание английского языка в сфере IT – это большой плюс для дальнейшего развития. Мен Есін Ахмедаманер, математик пәнінің мұғалімімін. Жалпы үш тілдіктің бізге берер пайдалары мол деген сенімдемін. Өз-өзімізді Қазақстанда халықаралық аренада көрсетуге септігін тигізеді. Және де қазіргі уақытта қолданылып отырған көптеген ақпараттардың барлығы ағылшын тілінде беріледі.